менің қорғауымдағы Батиха Биләшидің ісі бойынша 3 шілде күні 26 жылы Алматы облысы Қонаев қаласы мамандырылған тергеу ауданының судьясы Естай сол Алматы облыстық прокурорының Биләши Батиханы 2 ай қамақта ұстау жөніндегі ұсынысын ол қанағаттандырусыз қалдырған. Осы қаулысында судья Естай көрсеткен, бұл жерде жаңағы сотқа ұсынылған іс материалдары бойынша күдіктінің тұрғылықты мекен-жайы бар, мекен-жайы бойынша жанұясымен тудырады, асырауында кәмелеттік жасқа толмаған баласы бар. Осыған орай Биләшиға қатысты бұлтартпау шарасы ретінде күзетпен ұстауды қолдану негізсіз деп санайды. Себебі күдікті қылмыстық қудалау органдарынан немесе соттан жасырынып жүр, не істі объективте тергеп тексеруге немесе сотта талқылауға кедергі келтіреді, не қылмыстық әрекетпен айналысуды жалғастырады деп пайымдауға жеткілікті негіздерді прокурорлар ұсынған жоқ деп сотқа өзінің қаулысында көрсеткен. Бұл жөнінде өткенде мен осы жөнінде айтқанмын. Мына осы судья Естай әйел адам болса да жас қыз былай қарағанда, бірақ та жаңағы өзіне келтірілген қысымға, областной прокурордың қысымы, басқа да жердегі мысалға ұлттық қауіпсіздік комитеті болсын, басқалардың қысымына тыңдамай, заң бойынша сол заңға бағынып осындай шешім алды деп өзімде айтқанмын. Сол айтқаным негізінде расталды. Өткен себебі сол енді Естай даже жаңағындай өзінен жоғары отырған облыс соттың тікелей нұсқауында орындамаған болып тұр ғой. Енді өте сондай заңға тек заңды ғана ойлайтын азамат екендігін көрсетіп отыр. Енді өкінішке орай сол 3 шілдегі Естайдың қаулысына Алматы облыстық прокуроры енді Мұхаммед Рахым деген азамат, ол енді жаңағы сотқа дейінгі тергеп тексерудің заңдылығын қадағалау және қылмыстық қудалау басқармасының аға прокуроры Мұхаммед Рахым сол қарсылық келтірді. Өзі де сотқа қатысты. Сол қарсылықты қарауды Алматы облыстық соты судья Ниязов деген азаматқа тапсырды. Енді бұл азамат Ниязов 2 шілде күні сол жаңа 10 күнге қамау жөніндегі менің жаңағы жеке шағымымды қарап, сол 2 шілде күні қанағаттандырусыз қалдырған, яғни Батиха Биләшиді қамауға ұстау негізі деп тапқан. Сол кезде ол кісі соттың үстінде айтқан, маған айтқан, сіз не үшін айтып отырсыз 1 миллион деп, бұл жерде 25 миллион деп жаңағы келтірілген шығын. Сосын мен таңғалғанмын, ол судья қайдан алып отыр 25 миллион дегенде? Бұл тергеу соты. Бұл жерде қылмыстық істе ондай не жоқ, ешқандай 25 миллион жөнінде әңгіме де жоқ. 20 адам, 20 адамның әрқайсысы 20 мыңнан 30 мыңнан аударған 200 мың ең көбі. Көп болса 1 миллион болады деп ойладым ішімнен. Сосын енді ол жерде судьямен дауласып жатуға негіз жоқ қой енді. Дауласа алмайсың ғой енді. Содан кейін кеше сол осы прокурор Мұхаммед Рахымның несін қарайтын осы Ниязовқа тапсырды қайтадан. Сосын мен енді кеше сол бізге хатшысы хабарласып, сол таңертең сағат 9-да келің деді. Сосын енді мынандай тергеу сотының несі көбінесе онлайн режимде болады ғой. Сосын мен айтқам, онлайн режимде не өткізбейміз дегенде, сіз өзіңіз онлайн қатыса беріңіз, сіздің қорғауыңыздағы жаңағы Биләши Батиха міндетті түрде келу керек dedi. Одан кейін мен уже түсіндім қамауға алғысы келіп отқандарын. Сонда да енді біз енді ол жаңағы прокурордың келтірген қарсылығында көрсеткен екен. Бейғайша қашып кетуі мүмкін, қылмысқа тергеуге жаңа қарсы әрекеттер жасауы мүмкін. Анау мынау сондай болмайтын нәрселерді айтқан.
оны жаңағы айтып отырмын ғой, Естай судья бұның бәрін тексеріп, жаңағыдай тұжырымға келген, ешқайда қашатын да негіз жоқ, тергеуге қарсылық көрсетеді дейтін де негіз жоқ деп, қарапайым әйел, үйі бар, бала шағасының қасында, кәмелетке толмаған қызы бар деп сөйтіп көрсеткен ғой. Соған қарамастан сондай қаулы қарсылық алып келді. Енді сол қарсылықты біз енді бұл жерде ешкім ешқайда қашайын деп жатқан жоқ қой, қашатын да қылмыс емес. 193 баптың 3-ші тармағымен мен қайталап айтайын, ол кәмелеттік жасқа толмаған сәби бар, оған біріншіден қылмысты жазалауды кейінге қалдырады, біріншіден. Екіншіден, жаңағы келтірілген шығын қазір міне сол 10 күннің ішінде таққан қаулысы, таққан несі, күдіктінің іс-әрекетін саралау туралы 3-ші шілдеде шығарған қаулы, ол қаулыға келісемін деп Мұхаммед Рахым жаңағы прокурордың өзі қол қойған. Осы жерде тергеуші тек қана, өткенде мен айтып кеттім, тек қана 505 мың, то есть 10 адамның, мысалы оның ішінде жаңағы 20 мың бар, 15 мың бар, 25 мың бар, ең көбі 200 мың, сосын жаңағы 150 мың. Сөйтіп 505 мыңға сондай шығын келді деді. Ол нағыл деген сөз. Алдында 20 адамнан арыз түсті десе де, сол 20 адамның тек қана оны өздерінің арызын нақтылағаны, қалғандары енді келіспеген. Сосын енді осы жерде айта кететін жағдай, маған да шыққан кейбір адамдар сөйтіп бізге қысым көрсетіп жатыр, бізге арыз жаз деп жатыр деп. Сосын мен айтқанмын, енді сіздер арыз жазың, жазбаң, оны өздерің білесіңдер, бірақ та бір нәрсені ғана ескертем, сотқа барғанда дәлелдей алмасаңыздар өздеріңіздің жаңағы айыптарыңызды, онда сіздердің өздеріңіз жауапқа тартыласыздар деп. Өйткені арыз жазғанда астында көрсетіледі, жалған айып таққан үшін жаңағы қылмыстық жауапкершілікке тартылады деп. Сосын олардың өздері жазайын деп отқан жоқ, біз жазбаймыз, біз тек просто айтып отқанымыз деген. Енді 10 адам тек қана 505 мың теңге, даже ал жақсы 20 адам ақ болсын, 1 миллион теңге дейікші. Бірақ жаңағы айтып отқан Серікжанның жақтастары қазірден бастап бізге айтып жатыр, маған қанша сумма керек, жинап береміз, жәбірленуші деп танылған адамдар егерде жаңағы ақшаларын талап етсе, біз береміз, талап арыз келтірсе береміз деді, жинап береміз, қанша сумма болса да деп. Енді сол жағдай бар бір жағынан, екінші жағынан сосын өзінің Беляйшенждің несі Батиханың өзінің күйеуі жұмыс жасайды, баласы жұмыс жасайды. Оларда жаңа сол ақшаны бере алады. Сол енді ақшасын, жәбірленушілердің ақшасын төлеген жағдайда жаңағы егер рақымшылық жөніндегі 2 рет шықты рақымшылық. Сол 2 рақымшылықтың 2-еуіне де түседі Батиха. Егерде онда көрсетілген, егерде жәбірленушілердің алаяқтық бабымен жәбірленушілердің шығынын қайтарған жағдайда ол қылмыстық жауапкершіліктен босатылады. Енді осыған байланысты ол енді Беляйшиді қамайтын ешқандай негіз жоқ. Енді ешқандай негіз жоқ. Сондықтан менен судья Ниязовқа сенімсіздік білдірдім соттың үстінде. Сосын ол сол негізсіздікті қарады, сол қарап, басқа судья қарады да, енді қайтадан сол Ниязовқа қалдырды. Ал енді сол төрағалық етуші судья Ниязов енді мына Естайдың істеген ерлігін жасай алмады. Ол жаңағы айтып отқандай сол прокурордың өтінішін қанағаттандырып, ешқандай себеп жоқ, ешқандай негіз жоқ. Қылмысы да жаңағы 3-ші бап несі келтірген шығын дегенде 505 мың теңге алды да 2 айға қамауға не қалды. Өзі 50-ден асқан әйел, жасөспірім қыз баласы бар. Енді қыз бала жасөспірім, ол балаға енді шешесі керек қасында. Және өзі ауырады, жүрек ауруы бар. Соның бәрін көріп отырып, енді осындай шешім алды. Оған енді біз нағыл дейміз енді. Біреу айттық қой жаңағы. Мысалға Естай, жаңа судья, ол нағыз судья екендігін көрсетті, берген антына адал. Мен тек қана заңға бағынамын, заңнан басқа ештеңеге бағынбаймын деп ант берді ғой, сот болғанда. Сол антын орындады. Енді бұл жөнінде оған енді үлкен рахмет, басымызды иіп, бұл кісіге рахметімізді айтамыз. Енді осы әйел адамның жасаған ерлігіне кейбір азаматтар жасай алмады. Олар сол өздерінің берген анттарына қарсы
жаңағында келтірілген қысымға шыдамай осылай деп алды. Енді бұл жерде әрине мен алдында айтып кеттім, жаңағы Серікжан Біляш деген інісі, соның жаңа ақш Америка құрама штаттарында жүріп билікке қарсы айтқан сындары, Қытай Халық Республикасы коммунистік партиясының ұстанып отқан, қазақтарға ұстанып отқан геноцидтік саясаты, осы мәселелерді енді айтқызбау керек. Соны айтқызбасы үшін осындай қысымға жасап отыр деп мен айтып отырмын, айта беремін де. Өйткен себебі оған негіз бар. Менде қазір Билайши Батиханың жазған арызы бар, менің атыма жазып берген. Ол жерде сол жаңа ұлттық қауіпсіздік комитетінен жаңа басқа да адамдар келіп, азаматтық киіммен келіп, қысым көрсетіп, түннің ішінде алып кетіп, жаңағы Серікжанмен сөйлестіріп, Серікжанға айтқызып, жаңағы мені соттайын деп жатыр, сен енді не қылмасайшы, жаңағы билікке қарсы ештеңе айтпасайшы деп сөйтеген айтқызып Серікжанға. Бірақ енді бұл жерде бір нәрсені түсінбейді бұл азаматтар. Мен тағы да қайталап айтайын. Ол Серікжан Біляш, ол жай адам емес қой, ол дейтін. Ол сол күреске шыққан адам, оның өзінің жаңағындай алдына қойған мақсаты бар. Мысалға енді Махамбет болсын, ана Ақыл Махамбет, ол Өтемістен туған 10 едік дейді. Оның бәрі бірдей жаңағындай қолына қылыш алып патшаға шыққан жоқ қой. Оның 9-ы өздерінің жаңағы өмірлерін сүрді. Сол жанұяда әрбір неде халықта бір-екі адамнан шығады сондай. Ешқандай ештеңе ойламайтын. Олардың өздері тек қана алдына қойған мақсатын ғана ойлайтын. Мысалға Оспан Батыр, оның да сондай болды. Оспан Батырға да мысалға айтты, сен Қытай билігі де айтты, Совет үкіметінің билігі де айтты, давай біз сені не қылайық, сен қой деп. Ол қоймайтын себебі оның өзінің алдына қойған мақсаты бар, сол қазақ халқының бостандығы деген. Енді сондай жағдайда жүрген адам ғой Серікжан деген. Оған енді қазір сен әпкесін апарып, мына байғұс әйелді апарып қамап, оны тіпті соттатып жібер 10 жылға. Ол Серікжан бәрібір қоймайды одан. Жаңа ата жұрттың жігіттерін соттатып жіберді, Серікжан қойсын деп, онда да қоймайды. Өйткен себебі бұл жерде ол мәселе, ол айтып отырмын ғой, адамның өзінің алдына қойған мақсатында ғой. Ол сондай адамдар, олар солай жаратылған. Ондай адамдарды сындыру мүмкін емес. Оны тек өлтіріп қана тоқтатасың, басқа оны тоқтата алмайсың. Мысалы, Оспан Батырды атып өлтіріп тоқтатты ғой, Махамбеттің басын кесіп алып тоқтатты. Серікжанды да дәл солай ғана тоқтатасыңдар, жолдастар. Басқа сендер тоқтата алмайсыңдар. Сосын енді екінші мәселе бар. Егер де Серікжан бір қылмыс жасап жатқан болса, енді Қазақстан мен Американың арасында тиісті заңдық нелер бар ғой, мақсаттар. Талай қылмыскерлерді алып келіп жатыр жан-жақтан. Сол бас прокурор бар, сыртқы істер министрі бар, араласып солай жасамайсыңдар ма? Енді байғұс әйелді, жасы 55-тегі, өзі ауру адамды, жасөспірім баласы бар бір әйелді, соның тумаласы екен деп қудалап, оны жаңағындай осынша қорлайтындай не бар енді? Не болды? Сосын енді мен осы немді пайдаланып, Қазақстан Республикасының президенті Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлына, сосын Қазақстан Республикасының бас прокуроры Асылов Берік Ноғайұлына тікелей өзім айтайын деп отырмын адвокат есебінде. Мен 30 жыл адвокат болып қызмет жасап жүрмін. Қазір зейнет жасындамын. Талай қылмыстық істерді көрдім, талай қылмыстық қудалауды көрдім. Мен сол тұна Совет үкіметінен бері қарай адвокат болып жасап келе жатырмын. Енді мен мынандай бассыздықты бірінші рет көрдім. Мен даже кешегі мына Назарбаевтың саясатының кезінде жаңағы мен өзім ол іспен араласқан жоқпын. Жаңағы сол тумаластарын қудалайды дегенде сол кезде сыртта естіп таңғалғанмын. Қалай сол сырт тумаластарын қудалайды? Жаңа бұзаудың басына туған күн, бұқаның басына туған күн, бұзаудың да басына туады ғой. Жаңағы қылмыстық қудалаудан, соттан ешкімде жаңағындай застрахован емес қой. Бүгін сен жаңағы қылмыскер емессің, ертең сені бөлек қылмыскер деп тануы мүмкін. Сол уақытта мысалға өзі сол тумаластарын қудалап жүрсе, сондай адамдар қалай ойлайды? Мысалға жаңағы айтып отқан осы Билайши Батиханы қылмыстық жауапкершілікке тартып, оны қудалап жүрген сол ана
азаматтар мысалға өздері ертең қылмыскер болып қалса, жазықсыз оны жазығы жоқ болса да біреулер қылмыстық жауапкершілікке тартып қалса мысалға, сөйткен уақытта олардың туған балдарын, қыздарын, қарындастарын, әпкелерін қамап жатса, олардың өздері қалай көреді мысалға. Вот осы жағын енді құрметті басшылар, сіздер ойланыңыздар. Бұндай Қазақстанда мына жаңа конституция қабылдадық деп жатсыздар, демократиялық ел деп жатсыздар. Енді мына 36-шы жылды қайтып алып келу бұл масқара жағдай. Масқара жағдай. Мысалға енді бәріміз енді тарихтан білеміз ғой. Жаңағы 36-шы жылдары сол тек қана бір адам үшін бүкіл тумаластарын қырып тастаған. Енді ондай заман қайтып келмейді деп сол жаңағы президенттің өзі барып Тоқаевтың осы жақында сол жаңағы қудалаудың құрбандарына гүл шоқтарын қойып, соларға тағзым етіп жатыр ғой енді. Енді бүгінгі таңда осындай бассыздыққа менің ойымша ол кісілер білмейтін шығар деп ойлаймын. Солардың атын жамылып, осындай жұмыс жасап жатыр. Мысалға, сен Тоқаевқа қарсысың, сондықтан, сенің Тоқаевқа қарсы, сондықтан біз сені қамаймыз түрмеге, ол қоймаса. Сонда сол Тоқаевтың атын жамылып, осындай бассыздыққа, заңсыздыққа, тіпті айуандық деп айтуға да болады, айуандыққа да барып жатыр ғой. Ол жерде ал жақсы тіпті қылмысы бар де, мысалға, сол 505 мыңды алды де, енді 505 мың емес, 1 миллиард теңгені тонап алған ана Ермек Ұлбосынды да үйқамаққа жіберді ғой. Енді прокурордың Естай судьяның жаңа үйқамаққа жіберіп отыр. Үйқамақ дегенде қамақ қой. Енді соны ерегесіп апарып қамату, және де оны түннің ішінде талдықорған қалып кету, мына жерден тамағын, жаңағы тіс пастысын, үстіндегі киімін, әйел адам ғой енді, іш киімдерін, ештеңесін алдыртпай ұрлап алып кету, баласы соңынан жүріп жүр, таба алмай. Ана елдің өзі ауру адам. Енді білмеймін, енді азаматтар ойланып қараңыздар. Бұл енді дұрыс емес. Мен сіздерден өтінішім, менің осы сіздердің құлақтарыңызға жететін болса, осы бассыздықты тоқтатыңыздар. Мен енді қағаз жүзінде де жазып жүрегім бұл мәселені. Бірақ та менің ойымша енді бұл бассыздықты тоқтату керек. Бұл азаматшаны үйқамаққа жіберу керек, соты болсын. Сотта жаңағы айтып отқандай, сот бұлай елді қамамайды, бәрібір жібереді. Өйткені заң сол президенттің өзінің шығарған қаулысына, жаңағы рақымшылық туралы заңына байланысты бұл босатылады. Сондықтан мен осы өтінішімді сіздерге осы арнайы айтайын деп бүгін осы тікелей әлеуметтік желіге шығып отырмын. Рахмет тыңдағандарыңызға.